Сәлем достар, сіздер Рахнет арнасындасыздар. Бүгін корей тілі курсымыздың 5-ші күнін жалғастырамыз. Сіздер корей тілін оқуда бірнеше керемет қадамдар жасап жатырсыздар. Бүгін біздер сын есімдерді өзгертіп үйренеміз. Бізге нені білу қажет? Жалпы корей тілінде қазақ тіліне ұқсас жері осы сөйлем құраған кезде етістік пен сын есім баяндауыштың рөлінде болса, сөйлемнің соңында тұрады. Яғни мысалы біздер мектепке барамын болатын болса, каршиде тура солай хаккюэ кайо, яғни мысалы орыс тілінде біз я иду в школу болатын болса, онда біз карши сөйлеген кезде я в школу иду, яғни бізде қазақ тіліндегідей сияқты етістік соңында тұрады. Мен мектепке барамын. Чонен хаккюэ кайо, барамын кайо, яғни етістік соңында тұрады. Бұл бүкіл сол моңғольский, яғни алтайский тілдер деп аталады, яғни сол тілдердің барлығында баяндауыш ол сөйлемнің соңында тұрады. Және де корей тілінде сыпайы стильдің бірнеше түрі бар. Мысалы имнида, 저는 акынет입니다, 저는 акынет이에요, 저는 акынет деген сияқты. Мысалы ол сыпайы түрлер әртүрлі кімге сөйлегеніңізге байланысты өзгереді. Мысалы сіз президенттің алдында тұрсаңыз, конечно, сіз өте ресми, өте сыпайы сөйлейсіз. Мысалы егер де сіз жаңағындай өзіңіздің достарыңызбен жүрсеңіз, сонда 좋아요, 좋아 деп жаңағыдай онша не емес, сыпайы емес, кәдімгі обычный тілді қолданасыздар. Енді біз бүгін сөйлескен кезде бейресми сыпайы түрін үйренеміз. Себебі неге? Өйткені бізде курсымыз өзі 7-ақ күндік. Ол 7 күннің ішінде мен бүкіл егер осы стильдерді айтып шығатын болсам, онда ол 7 күннен өте көпке созылып кетейін деп тұр. Сол үшін ең көп қолданатын, кез келген адамға айтуға болатын осы бейресми сыпайы түрін үйренеміз. Яғни бұны сіз көшеде келіп жатқан таныс емес адамға да жалпы бәріне де қолдануға болатын осы түрі. Және де ең көп қолданатын, жиі қолданатын түрі. Және де сөздікте сөздер инфинитив түрінде болатын болса, онда қолданған кезде біз өзгертеміз. Мысалы тамақ жедім дейтін кезде, мысалы жедім деген сөздің түбірі, яғни инфинитиві ол жеу, иә. Бірақ енді ойлаңыздаршы, мысалы мен кеше тамақ жеу деп айтсам қалай болады? Ол кезде мысалы не айтып жатсың деген сияқты болуы мүмкін. Сол үшін мен жедім, жеген едім, жемедім деген сияқты өзгертемін. Яғни сол сияқты корей тілінде де біз жаңағы қолданған кезде сөздердің инфинитив түрін жаттағанымен оны қолданған кезде басқаша етіп өзгертіп қолданамыз. Ал енді бастайық. Жалпы қалай қолданамыз? Бір зат есімді аласыз, соған ига деген жалғауды жалғайсыз. Кез келген бір зат есімге и жаңағы егер ол дауысты дыбыспен бітетін болатын болса, онда ганы жалғаймыз. Егер дауыссызбен бітетін болса, и жалғаймыз, және де бір сын есімді айтамыз. Жалпы дауысты дыбыспен біткен кездегі соңы ол га, соған жалғаймыз, ал дауысты дыбыспен кезде и жалғаймыз. Яғни енді зат есімдерді мысал ретінде қарастырайық. Мысалы кимчи деген ол дауысты дыбыспен бітіп тұр, имен. Чи имен дауысты дыбыспен бітіп тұр. Яғни оған қандай жалғау жалғаймыз? Я, дұрыс, ганы жалғаймыз. Сонда кимчи га. Ол кимчи кәдімгі жейтін салат бар ғой, кореецтердің сол кимчи. Ханшик бізде дауыссызбен бітіп тұр, яғни оған иді жалғаймыз. Ханшиги. Хангуго, яғни корей тілі. Ханшик деген айтпадым ғой. Ханшиктің аудармасы корей тамақтары, ұлттық тамақтары. Хангуго, яғни бізде дауысты дыбыс о-мен бітіп тұр, яғни оған ган жалғаймыз. Сонда хангугога. Хангуго деген ол корей тілі деген сөз. Пэу, яғни атақты адам, актер, әртіс. У деген дауысты дыбыспен бітіп тұр, оған ган жалғаймыз. Сонда пэуга. Касу, әнші, дауысты дыбыспен бітіп тұр, касуга. Йонхва деген фильм. Ол а-мен бітіп тұр, яғни дауысты дыбыспен, значит, ганы жалғаймыз. Сонда йонхвага. Копи, кәдімгі кофе, копи. И, яғни дауысты дыбыспен бітіп тұр, оған га жалғаймыз. Сонда копига. Енді сын есімдер. Сын есімдердің инфинитив түрін өзгертеміз деп айттым. Себебі, мысалы, енді тура сол сөзінде инфинитив түрінде қолданатын болсақ, онда мағынасы келмей қалады. Сондықтан міне, мэпта деген ол ащы деген сөз, яғни спайси бар ғой, ашытатын ащы ше, соны мэпта дейді. Яғни оны мэойо деп өзгертеміз. Яғни біз жаңа бейресми сыпайы түрін үйренеміз дедім. Яғни сол бейресми сыпайы түрі мэойо. Машитта, дәмді, машиссойо, бейресми сыпайы түрі. О렵та, оның бейресми сыпайы түрі о려워요. Мошитта, о렵та деген ол қиын деген сөз. Мошитта дегеннің несі бейресми сыпайы түрі мошиссойо. Оның аудармасы болады, мысалы бір актерлар бар ғой, жап жасың
әдемі, сондай крутой, андай күшті ақша табады деген сияқты сондай адамдар көрген кезде о 멋있어요 деп айтады ғой. Енді қараңыздар, мына жерде 맛있어요 деген бар, 멋있어요 деген бар. Басында корей тілін үйренген кезде көп адамдар шатастырады. Мысалы, о 멋있는 사람, типа 멋있는 배우 деген, вау, крутой актер, крутой адам деген кезде жаңа машиттаны естен өтеді соң дәмді адам деп жатыр ма, қалай сонда адамды жей ма деген сияқты. Жоқ, олай емес. Машита деген ол дәмді деген, вкусно деген болса, 멋있다 деген крутой, вау деген адамдар болады ғой. Сол 멋있어요 деп айтады. 잘생겼다, 잘생겼어요 бейресми сыпайы түрі. Бұл жақсы, түрі әдемі адамдарды 잘생겼다 деп айтады. 재미있다, қызық деген сөз. Оның бейресми сыпайы түрі 재밌어요. 비싸다, қымбат деген сын есім. Оны бейресми сыпайы түрге алмастырған кезде 비싸요. Енді жаңағы зат есімімізбен жаңағы сын есімімізді жалғап мағыналы фраза айтамыз. Кимчи가 매워요. Кимчи가 매워요. яғни кимчи ащы. 한식이 맛있어요. 한식이 맛있어요. корей тамақтары дәмді. 한국어가 어려워요. 한국어가 어려워요. яғни корей тілі қиын. 배우가 멋있어요. 배우가 멋있어요. яғни актер крутой, артист вау, күшті актер деген сияқты. 가수가 잘생겼어요. 가수가 잘생겼어요. яғни әншінің түрі әдемі, сұлу, жаңағыдай әдемі, келбетті деген сияқты, көрікті. 영화가 재미있어요. 영화가 재미있어요. қараңыздар, айтқан кезде мен мына жерде 영화가 деп х-ны қатты айтып жатқан жоқпын, себебі х-ны біз байқатпай айтамыз. 영화가 재밌어요. фильм қызықты екен. кофе가 비싸요. кофе қымбат. Енді біз кез келген осы формуланы қолданып, кез келген затты сипаттай аламыз. Мысалы, сөздіктен кез келген бір зат есім аласыз. Оған и немесе га, яғни дауысты дыбыспен бітетін болса ганы жалғайсыз, дауыссызбен бітсе иді жалғайсыз, сөйтесіз да зат есімге сол жалғауды жалғайсыз. Сосын қасына бір сын есім таңдайсыз, сол мағынасына байланысты. Сонда сізде кез келген барлық затты біз сипаттай аласыздар. Енді бұл сабақтың өте қысқа, себебі бұның формуласы өте қарапайым, яғни зат есім, жалғайсыз и ганы, одан кейін соған сын есімді қоясыз мағынасына байланысты. Сондықтан мен сіздерге осы дайын сөздерді дайындадым. Сол дайын сөздерге и ганы жалғап, және де бейресми сыпайы түрге сын есімді айналдырсаңыздар, уже дайын фраза, дайын сөйлем шығады. Енді соны сізге осы тапсырма ретінде беремін. Мысалы, ханшик деген зат есім бар и мэпта деген сын есім бар. Осыны сөйлемге айналдыру үшін, мағына беру үшін мен оны ханшик деген дауыссызға біткендіктен иді жалғап ханшиги, и мэптаның бейресми сыпайы түрі мэойо болса, ханшиги мэойо деген ол корей тамақтары ащы деген сөз. Осылайша мен өзгерттім. Енді сіздерге осынша 5 түрлі зат есім мен қасында зат есім және сын есімдер бар. Осыларды жаңағындай осылай иға жалғап, және де сын есімді бейресми сыпайы түрге айналдырып, сөйлемдерді жазыңыздар деген тапсырманы бермекшімін. Және екінші тапсырма, онда осы мен мына жерге 5 түрлі сын есімді жазып қойдым. Соған өзіңізге ұнаған зат есімді таңдап қойыңыздар. Мысалы, 맛있어요 деген сын есім болса, мен оған дәмді дегенге, мысалы, қандай зат есім қосқым келеді? Қандай тамақ маған мысалы ұнайды? Маған пульгоги деген тамақ ұнайды. Онда бүйтемін. Пульгоги, ол дауысты түзем бітсе, онда, значит, ганы қосамын. Яғни пульгогига 맛있어요. Яғни пульгоги өте дәмді. Енді мына жерде менде бірінші 비싸요 деген бар. Ол қымбат деген сөз. Сізге нені қымбат деп ойлайсыз? Соны бір зат есімді қойыңыз. Екіншімен 잘생겼어요, яғни түрі әдемі, көрікті, келбетті деген. Кімді сіз әдемі деп санайсыз, соның зат есімін мына жерге қойыңыз. Үшінші, 재미있어요, қызық дедім. Сіз нені қызық деп санайсыз? Мысалы, кітап оқуды ма, немесе кітап па, фильм ба, видео ма, соны өзіңізге ұнаған зат есімді иганы жалғап осы жерге қоясыз. Төртінші, 멋있어요 деген крутой деген сөз мен айтып өттім. Соған ұнаған зат есіміңізді қойыңыз. Бесінші, ол қиын дедім, 어려워요 деген сын есім, соның қасына бір зат есімді жалғаңыз. Мына жерде бірінші тапсырмада
Касу деген ол әнші, ал Мошита деген крутой. Яғни дұрыс сөйлем құрау үшін сіз жаңағы иға жалғап және де бейресми сыпайы түрге сын есімді айналдырасыз. Екінші ол кимчи, писада. Кимчи қымбат дедім. Үшінші пеу, яғни актер, 잘생겼다. яғни кішкене қате кетіпті, чил деп қалыпты, негізі 잘생겼다, яғни әдемі. Төртінші хангуго, 재미있다, яғни корей тілі қызық. Бесінші копи, машита, кофе, дәмді. Енді үшінші тапсырма, мен берген сөздерді ғана емес, енді өздеріңіз, мен сіздерге бір файл ссылкасын қалдырамын. Сол файлдан қалаған сын есімді тауып, соның формасын жазасыз. Файлдан сын есімді тауып, соның формасын жазып шығыңыздар. Мына жерде 5 түрлі сын есім бар. Біріншісі тығопта, яғни ыстық. Екінші манта, ол көп. Үшінші тальда, тәтті. Төртінші күйопта, сүйкімді. Бесінші еппыда, әдемі деген сияқты сөздердің жаңағы формаларын жазып шығыңыздар. Сөздіктердің аудармасын көріңіздер әрине де. Бүгін барлықтарыңыз жарайсыздар. Қайша айтқанда, суго хашосойо. Енді сіздерге сәттілік тілеймін, және де тапсырманы жақсы орындап, корей тілін үйренген жалпы бүкіл ақпарат, жаттаған бүкіл сөздеріңіз миларыңызға ұзақ мерзімде сақталып қалуларын тілеймін. Сау болыңыздар, жақсылап демалып, жақсылап оқып, процесстен рахат алуды ұмытпаңыздар.